Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Білесіздер, спорттың адам өміріне деген пайдасы орасан зор. Спортқа деген қызығушылық әр кезде де болған дұрыс. Сондықтан сіздерге жұлдыз жорамалыңыз бойынша қандай спорт түрі келетіндігін ұсынғым келеді. Ал көп созбай ендеше кеттік. Тоқтылар әдетте шыдамсыз болатындықтан, оларға әуесқойлығын анықтауға ұзақ уақыт кетеді. Олар сүйіктісін қайта-қайта ауыстыруы мүмкін. Бірақ ерте ме кеш пе ол өзіне арналған істі табады және оған барлық күшін жұмсайтын болады. Тоқтылар әдетте ашуланшақ болып келеді. Сол себепті де оларға спорттың жекпе-жек түрін таңдауға кеңес беремін. Егер олар жекпе-жекті таңдайтын болса, күшін қай уақытта және қалай қолдану керектігін түсінетін болады. Еліміздің атақты боксшылары Геннадий Головкин мен Бекзат Нұрдәулетовтің де жұлдыз жорамалы тоқты екендігін ескерте кетейін. Оларға жұлдыз жорамал белгілеріне жекпе-жектен басқа футбол, теннис, судағы поло, семсерлесу, бокс, конькимен жүгіру спорты және хоккей жақсы келеді. Тоқты балалар шаңғы, коньки және тақта тебуді ерте үйреніп алады. Олар жылдамдықтан қорықпайды. Торпақтар табиғатынан құмарпаз емес және жарысқанды жақсы көре бермейді. Олар спортпен көбіне тек әуесқойлық деңгейде ғана айналысады. Торпақ бала өзі беделді деп санайтын адамның пікіріне құлақ түреді. Егер сол адам оны жаттығуға қызығушылығын оятса, онда ол спорттық мансапқа шынымен де мән беруі мүмкін. Жаттықтырушысының мақтауы, ата-анасының үміті, жетекшісінің пікірі үшін торпақтар күшін де уақытын да аямайды. Бірақ торпақ балаға қандай да бір іс белгілі бір деңгейде сай келмесе, оны қанша мақтағанмен оның ішінде негативті сезімдер жинала береді. Бала ортақ үйгі үшін ол іспен шұғылданып жүргенмен нәтижесінде тұйықталып кетеді. Сондықтан торпақ баладан оның өз қалауын сұрап, оның пікіріне құлақ түрген өте маңызды. Бұл жұлдыз жорамал белгісіне жылдамдықты емес, төзімділікті қажет ететін спорт түрлері жақсы келеді. Олар ұзындыққа жүгіру, көп сатылы жарыс, шаңғы тебу, велокросс және садақ ату болуы мүмкін. Егіздер. Бұл жұлдыз жорамал белгісінің балалары спортқа келгенде екіге бөлінеді. Салмақты бала физикалық күші мен төзімділігін арттыратын істі таңдаса, белсенді егіздер артық энергиясын жұмсауға болатын спорт түрін таңдайды. Бірінші топтағы егіздерге жекпе-жек, жүзу, спорттық гимнастика, шаңғы немесе сноуборд келеді. Ал жеңіл атлетика, жүгіру, велокросс және тауға шығу екінші топтағы егіздерге арналған спорт түрлері. Егіздерден атақты спортшылар өте сирек шығады. Себебі олар табиғатынан нәтижеге тез, немесе оңай жетпесе, бастаған ісін аяқтамай қояды. Бірақ олар қандайда бір спорт түріне ғашық болса, немесе жаттықтырушысын аса құрметтесе, жетістікке міндетті түрде жетеді. Шаяндар қырсық болады. Олар біреумен сөзге келеді, араласпай қоюы мүмкін, тіпті төбелесуі де мүмкін. Бірақ олар өз ұстан қайтпайды. Олардың осы қасиеті спортта және әуесқойлығында жетістіктерге жетуге көмектеседі. Шаяндарға танымалдылық керек емес. Олар дұрыс жасасаң, нәтижесі дұрыс болады деген принципті ұстанады. Алдына мақсат қоюдан басқаларынан озып шығады. Олар суды жақсы көреді. Шаяндар жүзу, су полосы, есу, серфинг және желкенді спортты жақсы көреді. Сонымен қатар шаян балалар шахматты ойнағанды, велоспортты және тауға шығуды ұнатады. Арыстан ұлдар да, қыздар да өздерін спорттық алаңда жақсы көрсете алады. Ерекше ерік күші, қасарушылығы және жеңіске бағытталуы арыстандарды кез келген спорт түрінде жетістікке жеткізеді. Оларға табиғатынан өмірлік энергия берілген. Олардың қолдарынан әсіресе спорттық және көркемдік гимнастика, жекпе-жек және семсерлесу жақсы келеді. Сондай-ақ оларға командалық спорт түрлері де ұнайды. Футбол, баскетбол және волейбол.
Бірақ арыстандардың бір кемшілігі олар жалқау болып келеді. Бұл қасиеті оның спорттық мансабына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан арыстандарға жалқаулықты үнемі еңбек етуге баулу керек. Осымен бүгінгі видеомыз тамам. Егерде осы видеоның жалғасын көргіңіз келсе, осы видеоға лайк басып және де каналға тіркеліп кетіңіз.